Алланың берген саған сондай керемет нығметтерін сезбей өтіп бара жатыр екенбіз ғой өмірден. Қазаққа ашаршылық келді. Иә? 32, 37 қатты болды. Әйтпесе негізі 22-ші жылдан басталған, 20-ші жылдан қазақты қырып жою 50-ші жылда біту керек екен ғой. Жер бетінде қазақ деген ұлт болмау керек екен. Мен ана 9 майды тойлап жатқандарға айтам, сендер 9 майды тойламаңдар, 22 июньді тойлаңдар дейді. Неге дейді? Ол фашистік Германия. Фашистік Германия келмегенде қазақ 50-ші жылы жоқ болар еді жер бетінен. Неге? Өйткені коммунистік партияның, мынау империяның, атеист, құдайсыз, имансыздардың осы түркі әлемінің діңгегі болған, қара шаңырағы болған қазақ елін түп тамырымен жойса, бүкіл түркі әлемі өзінен өзі шашып, бірмен бірі араласпай кететін олар білді деймін да. Өйткені бір ғой қазақта қара шаңырақ. Қара шаңырақ болмаса, біз адасып қаламыз. Біз қара шаңырақ болмаса бірікпейміз. Біз басымыз қосылмайды қара шаңырақ болмаса. Сол сияқты түркі әлемінің басы қосылмас үшін қазақты қыру болады. Өйткені ашаршылықта қазаққа келді, репрессияда, геноцидте, кеше соғысқа алдыңғы шепке жіберткен көбісі қазақтар мысалы. Сонда мен айтамын, рахмет айтыңдар немістерге. Әуелі Аллаға рахмет айтыңдар, сосын немістерге рахмет айтуымыз керек. Бізді қырып, жойып, мынау 38-39 жылдары болып қалдық ау қазақты, әжептәуір қырылып, 4-5 миллион қырылған кезде, енді бір 45-50 жылдары қазақ деген халық болмайды жер бетінде. Мына жерді Қытай мен Ресей екіге бөліп алады. Болды. Жоқ қазақ елі деген кезде 41-45-те соғыс басталып кетіп, біз аман қалдық қой. Бұл Алланың қалауы да. Бізді аман қалу үшін осы соғысты бәлкім Алла өзі бізге жіберді жер бетіне бәлкім. Сөйтті де ғана енді соғысты бітіріп алайық, сосын қазақтармен сосын ары қарай жалғастырамыз деп еді. Мынау ұлы отан соғысының кезіндегі 30-40% батырлар қазақтан шықты ғой. Қазақтың рухын көтерді ғана. Ресейдің жаңағы коммунистік империя тиісе алмай қалды ғой. Өлтіре алмай, қыра алмай қалды ары қарай. Неге? Бүкіл әлемдік саясат аңдып отырды. Не істелеген, енді не істелеген? Бұлар өзін құтқарған қазақтарды, кешегі Бауыржан, кешегі Талғат Бигелдин, кешегі Рахымжан Қошқарбаев, Әлия, жаңағы Мәншүк, біздің бүкіл жаңағы біздің Сағадат Нұрмағамбетов, батырларымыз осы Ресейдің жері үшін, империяны сақтап қалу үшін соғысқан, осыларды қайтадан қырар ма екен, бұлар хайуандығын жалғастыра ма, жоқ тоқтата ма деп, амал жоқ, тоқтатты ғой, амал жоқ. Біз сол үшін мен 22-сін тойлағым келеді июньнің. Шынымен 9 майды мен тойлағым келмейді 9 майды. Өйткені ол жеңіс біздің жеңіс емес. Ол бөтен біреудің жеңісі. Біз бөтен біреу үшін қырылдық.